Сәлем достар, менің есімім Гаухар, және де бұл видеода мен өзімнің психотерапиядан түйген 3 ойым туралы айтатын боламын. Енді қазіргі модный сөз инсайт, 3 инсайт. Бірінші өзім туралы айта кетейін. Есімім Гаухар, тұрмыстамын, бір қызым бар. Және де осы психотерапияға не үшін қалай келдім? Ол әрине менің ішкі конфликтім үшін келдім. Тұрмысқа шыққаннан кейін ерлі-зайыптылардың бір-біріне үйренісіп кетуі қиын болады. Одан кейін жүктілік кезеңі, ол кезде гормонально вообще басың қуып кетесің, короче. Одан кейін бала босанғаннан кейін менде послеродовая депрессия болды. Ал негізі ғалымдардың айтуынша послеродовая депрессия 2 аптаға дейін созылады, ал менде ол 6 айға дейін созылды. Ал айтшы, не айтасың, Сайра? Өте ұзақ созылды, прям оны даже кімге айтатынымды да білмеймін. Біреу мамаға или басқа біреуге айтатын болсаң, олар түсінбейді да, қой жалғыз сен туып жатсың ба деген сияқты. И біздің қоғам ойлайды, балаң бар, күйеуің бар, үйің бар, саған не керек болды, ты уже априори счастливая женщина деген сияқты ойлайды да. И сен реально өзіңді қазбалайсың да, уже ойлана бастайсың да, неге менде сонда қанағатсызбын, неге сонда менде шүкіршілік жоқ па, проблема менде деп уже сен өзіңді кінәлап бастайсың да. И осылайынша сол послеродовая депрессиядан кейін менде кәдімгідей бір іздену басталды. Осы проблемадан, осы состояниядан қалай шығам деген сияқты. Ал енді негізі психотерапия деген не деген сұраққа келейік, иә. Мысалы адамның бір жері ауырса, иә, мысалы көзі ауырса, асқазаны ауырса деген сияқты, ол белгілі бір сол органмен жұмыс жасайтын, иә, сол сферада өзінің білімі бар, дәрігерге барады, иә. Сол секілді біздерде мысалға адам болғандықтан біздің жанымыз бар, рухымыз бар, және ол ауырады. Соны емдеу үшін біз психологқа, психотерапевтке бару керекпіз негізінен. Ал біздің қоғам оны қалай түсінеді, иә? Жаңаға келейікші, психотерапия дегенне. Ол жаңағыдай дәрігер мен пациенттің арасындағы отырып әңгімелесіп, проблемаларды анықтау, конфликтілерін шешу, өзіне қойып жүрген сұрақтардың жауабын табу негізінен. Ал біздің қоғам ол нәрсені онша дұрыс қабылдамайды. Психологқа бару, психотерапевт деген мысалға. Менің айналамда да сондай адамдар бар. Мен психологқа барып жүрмін деп айтатын болсаң, сен уже до свидания деген сияқты бар, кукушка съехала деген сияқты бір сондай бір шаблонны ойлайтын адамдар өте көп. Ал негізінен ол жақсы практика. Америкада да, Европада тіпті семейный психолог деген ұғым бар оларда. Ол өте жақсы практика. Мен мысалға осы терапиядан өтіп жүргеніме шамамен 3 айдай болып қалды. Тек қана жақсы нәтижелермен ғана бөлісіп кеңес бере аламын. Ал енді қазір мен қарап алайын, иә, сценарийіма не жазып едім деп. Және де жаңағыдай менің жаным ауырады деген сияқты, маған бір психолог керек деген сияқты нәрсені біз мойындаудан, біреуге айтудан қорқамыз, жүрексінеміз, жаңа адамдардың айыптауынан, сөздерінен қорқамыз. Мен терапияға қандай запроспен, қандай сұрақпен бардым, ең бірінші ол өзіммен қарым-қатынасымды дұрыстау, және де жолдасыммен қарым-қатынасымды дұрыстау, және финанс жағынан осындай запростармен бардым. Енді бәрі бір-біріне взаимосвязаны ғой. Ал енді терапияға бармас бұрын мен көп кітаптар оқыдым, көп курстар, тренинг, марафондарға қатыстым. Сол кезде де мен уже өзімнің проблемаларымды түсініп келе жаттым. Мысалы, балалық шақтан келе жатырған травмалар, установкаларым, қай жерде қандай бір дұрыс емес ойларым бар деген сияқты, соның барлығын іздене бастадым. Бір жағын сосын бір кезде ойландым да, не үшін мен көп уақытымды, например, энергиямды, жаңағыдай кітаптарды оқып, қазумен айналысып жатырмын, өзіме көмектесу үшін әрине. Бірақ кейде ол оқисың, бірақ өзіңе қолдана алмайсың да. Лучше сол бір ақшаңды қиып, кәдімгі білетін маманына терапияға барған дұрыс деп шешім қабылдадым. Как раз сол кезде бір психолог инстаграмда жазылған болатынмын. И содан кейін оның айтқан әңгімелері менің жүрегімнен орын тауып, солайша сол кісіге терапияға бардым. Осы терапия кезеңінде бастапқыда барған кезде, ол бірінші сессияның кезінде де мен қатты жылап шыққам, өкіріп, жылап, кәдімгідей андай
бірақ өте өзімді жақсы сезіндім, бір жеңілдік сезіндім. Бір андай дұрыс емес бір пікір бар ғой, ой, психолог, психотерапевт деген не ол? Типа сені тыңдағаны үшін ақша төлейсің деген сияқты бар ғой. Негізі ол өте қате пікір. Я, ол сені тыңдайды және саған дұрыс сұрақтар қоя біледі. Ал негізі біз өмірде өзімізге дұрыс сұрақ қоя білмейміз. Соны айтқым келген. Және де давайте енді көшейік. Мен түйген 3 нәрсе психотерапиядан. Ең бірінші нәрсе ол мен өзіммен диалог құруды үйрендім. Ол қалай? Бұрын мен мысалға бір конфликтный жағдайда, бір басқа да бір адамдармен қарым-қатынаста, жолдасымен қарым-қатынаста өзімді түсінбейтінмін, өзімнің сезімдерімді түсінбейтінмін және өзімді басқара алмайтынмын. Осы терапиядағы сессиялардан кейін өзіме уже дұрыс сұрақтар қоя бастадым. Және де мысалға бір конфликтный ситуацияға келген кезде мен өзіме уже сұрақ қойып бастаймын да, ал не үшін сен осынша жындандың? Не үшін сенің сол жаңағыдай көңіліңді түсірді? Ал сенде қазір қандай сезім туындап тұр да? Например, біреумен ұрсып қалдың, и вот менде қазір обида бар ішімде да, мысалы ренжіп тұрмын, жыным келіп тұр, жек көріп тұрмын деген сияқты сондай бір сезімдерімді тани бастадым. Ал бұрын ол тек ашумен кетеді да, барлығы тарс-құрс, кеч-құрыш, сөйлескім келмейді деген сияқты солай бәрі быт-шыт болып кетеді да. Ал ана жерде уже кішкене өзіңді басқарасына уже өзіңе сұрақ қоя бастайсың. Содан кейін саған осы жерде конфликті да сол жерде жаңа быт-шыт болып қырылып, обосраться етіп быт-шыт болғаннан гөрі лучше сол нәрсені шешкен дұрыс сұрақ қой деген сияқты бір білмеймін бір салқын бір разум қосыла ма, бір сондай нәрсе егер сен сұрақ қоя білсең өзіңе. Ең бірінші түйген нәрсем осы болды. Және де мен өте эмоционалды адаммын, сол үшін бұл мен үшін прям топ 1 болды ғой. Екінші түйгенім я нормальная дегенге келдім. Я, себебі мен осыған дейін проблема менде, мен басқаша, мен біртүрлі, мен дұрыс емес адаммын деп ойлайтынмын. Себебі қызым жылады. Себебі мысалға жаңа көп жалпы қоғамның маған диктовать ететін, маған айтатын нәрселермен мен келісе алмайтынмын да. Бірақ та былай қарап тұрсам, мына жерде мен жалғыз, мына жерде олар көп, және де олар маған белгілі бір ережелерді диктовать етіп жатыр, ал мен олармен келіспеймін, бірақ содан кейін ойлаймын, демек менікі дұрыс емес, бірақ олар көп қой, мен жалғызбын, олар маған айтып жатыр, яғни менікі дұрыс емес, мен біртүрлі адаммын деп өзімді кінәлайтынмын. Ол жаңағыдай қарым-қатынасқа барып тіреледі ғой тағы да. Ол ата-анамызбен, ата-енеммен болсын қарым-қатынастарда мен өзімді біртүрлімін деп санайтынмын. Сондағы мен өзім біртүрлі деп санайтындығым, өзіме деген сыйластықты талап ететіндігім, күйеуімнен де бір көп нәрселерді талап ететіндігім. Себебі біздің қоғам ойлайды да, мысалы қоғам, күйеуім саған үйіңді, тамағыңды обеспечивать етіп ұрмаса да, например, сені ұрмаса, сол норма сияқты қалдырып қойғанда, ал мен үшін ол күйеуің сені ұрмауы, саған үй тамақ обеспечивать етуі, ол и так қалыпты жағдай, ол дұрыс нәрсе. Және де мен одан да көп бір нәрсені сұрап қалайтынмын да, шүкіршілік етіп отыра бермейтінмін. Вот сол кезде мен ойланатынмын, значит, менен бір нәрсе дұрыс емес деп. Оказалось, что осы терапиядан кейін я нормальная, менің сұраныстарым, менің талаптарым өте дұрыс және орынды. Қоғам менімен келісе ма, келіспей ма, ол уже қоғамның өзінің шаруасы. Және де үшінші түйген нәрсем ол жауапкершілікті өз мойныма алу. Яғни өзімнің өмірім үшін, өзімнің қазір болып жатырған тұрмыс тіршілігім үшін жауапкершілік менің мойнымда. Мысалға бізде просто әйел адамдар былай ғой, қыз балаларда, например, ата-анасымен тұрады, сол кезде жауапкершіліктің бәрі ата-анасында болады. Содан кейін ұзатылып жатырған кезде біздің олардың әке-шешелері болды, барған жеріңе тастай батып судайсың, сол жер не дейді тағы бір күш сөз бар еді ғой, еті сендердікі, сүйегі біздікі, сол жерден сүйегің шықсын деген сияқты бір білмеймін, өте жаман сөздер мен үшін сондай нәрселерді айтады. Сол кезде ана қыз бала енді ол кезде түсінбесе, енді екінші семьяға келеді ғой, ол тағы отдельная тема, екінші семьяға келе ма жоқ әлде өзінің отбасын құра ма деген сияқты. Сөйтіп екінші семьяға, жолдасының семьясына келген кезде бүкіл жауапкершілік ол тағы да күйеуіне артып қояды да. Мына жақта оның ата-анасы ол үшін жауапкершілік алды, енді күйеу алды, сонда ол өзінің өмірі үшін жауапкершілікті алмайды.
қыз бала. Ол өте печальный нәрсе, өте жаман нәрсе, когда адам, ересек адам, да, әйел адам өзінің өмірі үшін жауапкершілікті өз мойнына ала алмай, өзінің ата-анасына, өзінің күйеуіне жалтақтап солай өмір сүру, ол өте дұрыс емес нәрсе. Ол содан кейін бала босанса күйеуінің миын жейді, себебі ол әлі кішкентай бала да, әлі есеймеген да, ол қыз деген тұрмысқа шықса да 5 баласы болса да әлі есеймеген, себебі өмір үшін жауапкершілікті өзіне алмаған. Солай осы 3 нәрсені түйдім, және де осы сессиялардан кейінгі менің өзімнің самочувствиеме, мен өзімді қалай сезіндім. Сессиялардан кейін мен өзімді өте жақсы сезінетін болдым. Алғашқы 3 сессия маған өте ауыр болды, себебі ол кезде прям кішкентай кезіндегі нәрселерді қазбалады. Мен қай жерде үлкен травмалар алдым, сол кезеңдерге шолу жасадық. Жаңағы мен өзімнің кішкентай кезімді елестеттім. Сол кезде болған травмалардың барлығын қайтадан переживать еттім. Сол кезде маған өте қиын болды, бірақ та уже 4-ші сессияға келген кезде кәдімгідей жеңілдік сезіндім. Және де мен терапиядан әлі де өтіп жатырмын. Бұл уже менің бір 15-ші сессиям болу керек, 15 сессия өткен болуым керек. Және де қазіргі моментте мен уже өзімнің предназначением, жалпы өзімнің қалауым, финанс жағынан запростарыма, сұрақтарыма жауап іздеп тауып жатырмын. Ана жақта менің қызым жылап жатыр, сіз естіп жатырғанда шығарсыздар. Осы жерге дейін көріп тыңдасаңыздар, көп рахмет. Мен үшін бұл нәрселермен бөлісу өте құнды. Мен қызыма кеттім. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Мен бірге видео түсіресің ба? Ал айт. Сәлем де, менің атым Аиза де. Не вот у тебя кай? Не. Ся, мұрын боғын қара.